Алтын шекқарының пайдасын білесіздер ма? Ол тек қана дәмді емес, денсаулыққа да керемет пайдалы. Коллагенге бай. Бу мен бұлшық етке жақсы көмектеседі. Ас қорыту жүйесін күшейтеді, иммунитетке көмектеседі. Балаларға да үлкендерге де нағыз энергия көзі. Бала кезінде жемеймін дейтінмін, ал қазір денсаулықтың құндылығын түсінемін. Сіздер шекқарынды жейсіздер ма? Бала кезім есіме түсіп кетті. Бала кезім осыны анашым, ей қыз бергел деп тазалаймыз дегенде қашушы едік. Фу, мам, қолымыз сасып кетеді деп. Оны тазалағаннан кейін жандастап тұрасың, оны бір ыдысқа жаңағы шәугім дейміз ғой, шәйнекке су құйып, оның ішіне суды құйып тұрасың. Оның ішіндегі бүкіл мусорын бәрін шелекке төгеміз, ол шелекті далаға төгеміз. Қазір әйтеуір бізде дайын су, дайын жерге әйтеуір ағзамызды тазалаймыз. Соның өзінде сол кезде қол сасып кетеді. Ол қол сасқаннан кейін келесі күні сабаққа бару керек. Сабаққа барғанда қолымызды неше түрлі одеколон сеуіп жуып кетіре алмайтынмын. Соны мамаға айтып, мама мынаны кетпей жатыр, не істеймін деп. Мама үй жуып шық немесе кір жу, сонда ғана кетеді деп айтатын. Сонда кетіре алмай, соның несі бірнеше күн жүретін. Ал қазір осыны бір шайып қолын жақсы жуып жүрсең кетіп қала ма? Сол кезде кетпейтін қатты болғанда шыны керек, шекқармен жемейтінді қазір іздеп жүріп сатып аламыз. Маған әсіресе қазір қарынның тұздалғанын ұнайды. Тұздап кептіріп, ең бірінші шекті жегенім студент кезде. Анам ет асқан кезде осы шекті тұздап клетке ағашқа іліп қойды ғой. Сол тұздап прям қатайып қалған шекті асып берді. И сол шектің дәмінен кейін мен ғашық болдым кәдімгідей. Қарынды да солай кептіріп тұздап қояды. Сосын асып жеген кезде өте бір пайдалы, бір андай дәмі деген ерекше болады екен. Мен тоқ шекті ішін сыртын айналдырып, сыртын бір тазалап, ішін бір тазалап бірнеше рет айналдырып алдым да. Асуға бір бөлек, жаңағы тартуыма бір бөлек өзім қалдырып қойдым. Асатында тұздап, кішкене кептіріп алдым. Және ішіндегі іш майларын бөлек-бөлек жинап алдым. Біраз іш май шықты, оларды ертең шығарып, май жасап, тамаққа қосатын боламын. Аш шектерден кейін, тоқ шектен кейін аш шекті де тазалап алдым. Тоқ шектерінде іші былай негізі таза, бір-бір шайып, осылай өрімін келтіріп, бұларды да пысқылап тартуға дайындап қойдым. Ал қалғанын жаңағы өзім колбаса жасаймын үй жағдайында, сол колбасаға керекті шекті бөлек алып қойдым. Ол менде былай өрілмейді, тек қана ұзын күнге қалдырып қойдым, бір-біріне жабыспау үшін. Пысқылайтындардың бәрін пысқылап, қарынды жаңағы пысқылауға бөлек-бөлек қойып қойдым. Қарынды жартысын пысқылап, жартысын асуға дайындап қойдым. Бәрін пысқылаймыз. Мынау қарынды сразу сол күні тазаламағандықтан өте қиын болды тазалау. Ыстық суға құйып біраз жібіттім. Былай да көрдім, шаман келгенше тазаладым. Өте үлкен қарын, сиырдың қарны болғандықтан бірнеше бөліктерге бөліп, шаман келгенше тазаладым. Бірінде бөліктерге бөліп пысқылайтын бөлек алып алдым. Асатынды бөлек тұздап кептіруге қойып қойдым. Бұл жерде тағы да кітап қарым бар екен. Кітап қарымды да шаман келгенше тазалауға тырыстым. Ішіндегі майларын жарамайтындарын тастап, артықтарынан майлап тастадым. Барлығын реттеп болғаннан кейін бұны да пысқылайтын бөліп тартып, біз негізі шекті қарынан манты жасаған жасаймыз. Шек қарын қосып манты жасадық. Одан кейінгі біздің жұмысымыз қалған етті фаршқа тартатын тартып, асатын еттерді бәрін бөлек-бөлек жинап қойғанбыз. Мынау күнделікті тамаққа қосатын еттерді осылай бөліп турап салфанға салып дайындап қойған жақсы көремін. Сонымен осы турап бастап жатқан етін жолдасым келіп қасына көмектесіп, екеуміз тез-тезден бітіріп бастадық. Бізде бұл тек қана жартысы бір сан, қалған бөліктердің бәрі ата-енемнің үйінде бізде майдан қалмастан сояққа берген болатынбыз. Барлығы сояқта. Енді біз осыған дейін бөлек-бөлек ай сайын алып жатқанбыз. Осылай алған өте выгодно тиімді болып
Балалар да эмес, биз да эмес. Ой, морозилиң реттелип жаксырып калды. Мындан бери туралган эттер, аркашке, уурдак, лагман, клопка, соя бөлөк салып койдук. Бәрі бөлек-бөлектер. Енді қазір жерге көженікі, сүйектер мен еттерді бөлек-бөлек салып қоямыз. Менде тек қана асатын иттер. Мына жақта менде бәрі фарштар, тартылған фарштар.